6 батарея болғаннан кейін бұл жерде 12 вольт болады екен. 12 вольт. Әрқайсысы 2 батареялар бір-біріне тізбектеліп жатыр. Сондықтан тізбектелгеннен кейін әрқайсысы бір-біріне қосылады. Содан кейін бұл жерде бізде 12 вольт болады екен. Енді барлық аккумуляторлар мынандай маркировкамен жазылады екен. Міне 6 90 МС деп жазылады екен. Енді мына жерде қазір жазыңдар осына. Жазыңдар ма? Бірінші сан. Тізбектеліп жалғанған аккумуляторлардың саны. Тізбектеліп жалғанған аккумуляторлар жазыңдар ма? Тізбектеліп жалғанған аккумуляторлардың саны. Нәтижесінде 12 вольт бір-біріне жалғанған аккумуляторлардың саны. Аккуратными движениями. Лимон, знаете, лимон еще, ногти еще отбелятся, и кожа рук тоже. Хорошенько дайте воду. Руки вот так погружайте, еще переверните так, чтобы... Yeri buluğa tiyim salınlar degan. Sana jayılır ötbeş oqattan yeri buluğa olmaydı. Hadi tünel işine buluğa olmaydı. Tünel işine olmaydı. Köprü estakadaların köprünün üstünde aslında o yolun üstünde yeri buluğa tiyim salınlar degan. Встречный машиналардың алдынан еңіз Kez gelген бағытта, немесе сол алды жағынан болсын, немесе арт жағынан болсын, 100 метрден кем қашықтықта. Диодты мостан, міне диодты мостты алдым қатпағын, мына гайкаларын шығардық та. Біздің диодты мостымыз міне жолаған. Міне біздің диодты мост. Бұл кремний мен инди деген металлы соның арасы құйбасын жасалғанда, соның екеуінің арасынан жерден жаңа ток жүреді. Так, келесі. Отыр білігінен аламыз. Енді съемник көмеген көріңізде жаңа подшипникті ұрып соқпайды екенсіздер. Оны жаңа отвертпен зубилар пневматикасы специально съемникпен подшипникті бұзбай біздің ортадағы балымыз деформация. Щетка ұстағыштан щетканың шығуын тексереміз дейді. Міне жаңа 12 мм-ден кем болмауы тиіс. Немен кем болмауы тиіс? Міне болмауы керек. 12 мм-ден кем болған жағдайда міне біздің щеткамыз. Бұны ешкімге бармай қайып күні 6-7 күнде.
кабинетке барғанда мен өзімдікі өз ұсыныстарымды айтып келе жатырмын. Енді сіздерге тоқталған себебім сіздерді сабақтың соңғы минуты кезінде, бітіру кезінде соған мен қосымша ұсыныс ретінде айтайын. Оқушылар осы жұмысты тапсырманы орындаған кезде оқушылар сіздер бір-бірлеріңізбен бірге бірлесіп топтық жұмыс істейді. Тағы жеке жұмыс жасалды. Енді бұған қосатын жаңартылған білім бағдарламасы бойынша сіздер білесіздер, осы қазір жақындап келіп отыр. Сіздерге де бірінші 4-ші сыныптарда жаңартылған білім бағдарламасы бойынша бағалау деген критерий бойынша. Мысалы, сабақ жүрген кезде, әр сабақ жүрген кезде бағалау критериялары бойынша оқушылар арасында, мұғалім арасында кері байланыс арқылы сол жұмыстар атқарылып отырады. Ол бағалау болғанда 1-ден 5, 4, 2, сен білмейсің деген әңгіме. Бұл жерде сол өткізіліп жатқан, істеліп жатқан, үйреніп жатқан сабақтың несі тақырыбы бойынша баға беріледі. Мысалы, бұл жерде топтық жұмыс деді баға. Топтық жұмыста оқушылар өзара бағалай білу керек. Сол кезде тағы оқытушы келгенде оқытушы да баға беру керек. Оқушыға топтық жұмыста баға беру керек. Жеке жұмыс жасаған кезде көбінесе біз жеке қолданамыз. Жеке қолданбаймыз. Себебі бұл жерде ұстаз шаршамау үшін оқушы бір-бірінен үйренеді көп нәрсені. Бұл жерде тілдік әдістерді қолдану, сөйлесу арқылы, көру арқылы, айтылым дейді, айту арқылы сол осы практикалық жұмыстар жасалады. Жаңа сіздер маған бір жақтан көрсеттіңіздер. Бәріңіздерге енді уақыт қыс қой, сондықтан бұл мұғалімге, ұстазға деген емес, мен ұсыныс ретінде айтамын. Мен сіздердің осы топқа келіп отырған мұғалімдерге былай көрсетейін, да? Былай көрсетейін, общий топ. Өте жақсы. Орташа деген ешкім көрсетпеді, төменге көрсетуге болмайды екен. Бұл енді сіздер үлкен сыныптың оқушылары болғандықтан мен сіздерге айтып қояйын, жаман, болмайды, дұрыс емес дегенді біз қолданбаймыз. Себебі сіздер 10-11 сыныптың оқушылары. Сонымен 2 жұлдыз, 1 сұлыс деген 2 жұлдыз, 1 тілек. Соған қалай ойлайсыздар? Бар ма ол сіздердің сабақта? Бармағар айтыңыздар. Бармақ айтты, ол шашу Бұл жерде мен айтайын деген осындай кезде бірінші топ, екінші топқа 2 жұлдыз, 1 тілек. Или 1 жұлдыз, 1 тілек айтуы мүмкін. Себебі оқушылардың несін жасаған жұмысын бағалайды. 45 минут болсын, мұғалім 15 минут сөйлеу керек. Қалған уақытта оқушылар бір-бірін бағалай беру керек. Сонымен тағы қысқаша айта салайын, критериялар бойынша, критерий дейді. Мысалы бағана сұрақ қойдым, әріптестеріме қалай дейсің? Жақсы деді, мына кісі өте жақсы деді. Мына кісі я не знаю деді, мына кісі айтшы жақсы деді. Бірақ ол критерий қайсы? 5 балл қою үшін бірінші критерий осының дизайны, екінші критерий қолданған ресурстардың тазалығы, үшінші критерий осы өзінің шеберлігі, төртінші критерий соны түсіндіре білуі, бесінші критерий сол ойлаған ненің деңгейіне жету дегенде 5 критерий болады да, сонымен 5 балл ставится. Сол үшін әр топқа критерий бойынша беріледі оценка, одан кейін можно индивидуальный критерий. А жалпы былай общий, хорошо, молодец, все правильно деген, там выпадает все, остается, не идет. Мы должны рассказать обо всем. Жаңа кері байланыс жасап жүреді. Жоқ, это мой ұсыныс ретінде өте жақсы сабақ өтті. Мен ұсыныс ретінде келгеннен кейін мен өзім білімімді сіздермен бірге таратуым керек. Рахмет.
воровство невесты. То есть родственники выманивали невесту, и они прятали ее, а найти должен был дружка жениха. Также, а в конце просто проходили танцы, песни. Так, обычаи и традиции узбекской свадьбы. Вот. Захар, погромче говорите, чтобы слышали. Свадьбы в Бурге можно разделить на 3 этапа. Это досвадебный, свадебный и послесвадебный. Свадьба, как правило, первый проходит предшествует сватовством. Сватовство совершается после обоюдного решения со стороны жениха. Отправляют именно стаж, уважаемым, что они дали им согласие. Теперь в дом невесты сообщит о цели визита. Обычно родители соглашаются не сразу, а соглашаются, когда уже во 2-й раз они приезжают. После уговоров сваты будут дать уважение родственникам невесты. Невесты за то, что дали согласие к браку, обговаривать условия то родителей родственников. Сюда входит аныл, это подарок жениха невесте, матери невесты, как благодарность за материнскую заботу. Также древний источник говорит о том, что селик заменил колы. Помимо подарка селик входит такое, все расходы связаны со свадебным угощением в доме родителей невесты. Количество размеров селик зависит от материального положения жениха. Продолжается 3 дня. На день встречи. В этот день вместе с продуктами днем родственники жениха, родственники и близкие друзья для нарезания моркови. Савза халяк. Вечером проводится застолье. Знакомятся родственники обоих сторон. Армелиси. В настоящее время большую роль Рассказывает присутствующим. Также рассказывает жена невесты и показывает свою преданность. И все это делает уважаемые молодые, получается, старшие, где смешана соль, вода, сахар и хлеб. Соль символизирует крепость.